Құрметті пациенттер, біз қазір тізе аурулары артрит кезіндегі емдік жаттығуларды көрсетеміз. Үй жағдайында жасауға болатын. Олай болса, біздің бірінші жаттығуымыз оң аяқты сыртқа қарай аударамыз. Оң аяқтың басын 1, 2, 3, 4, 5, осылай 10 рет. Одан кейін сол аяқты сыртқа қарай 1, 2, 3, 4, 5. Бұл да 10 рет. Келесі жаттығу ішке қарай аударамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 10 рет жасаймыз осыны. Екінші сол аяқты ішке қарай аударамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл да 10 рет жасалады. Келесі жаттығу енді оң аяқты көтеріп 30 градусқа дейін көтереміз. 1-2 секунд ұстап тұрамыз. 1, 2. 1, 2. Үшіншісі көтереміз, кішкене ұстап тұрамыз. Төртінші. Бесінші. Осылай 10 рет жасаймыз. Келесі сол аяқ көтереміз, ұстап тұрамыз. 1, 2, 3. Осылай 10 рет жасаймыз. Енді аяғымыздың ұшын, оң аяғымыздың өкшесін жерден ковриктен көтермей сырғытамыз, аяғымыз бүгілгенше. 1, 2. Аяқ қай жерге дейін бүгіледі, соған дейін жасаймыз. 3, 4, 5. Осылай 10 рет жасаймыз. Келесі сол аяқ. 1. Бүге алғандарыңыз жасайсыздар. Одан кейін ескере кететін жағдай, ауру сезім болмау керек. Егер бұл жаттығу жасаған кезде бір ауру сезім болса, бұл жаттығуды жасамай келесі жаттығуға өтіп кетесіздер. Ауру сезім кезде ЛФК гимнастика жасалмайды. Белімізді көтеріп 1-2 секунд ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай осы жаттығуды 10 рет жасаймыз. Келесі велик тебу, 2 аяқ көтеріп. Велик тепкен сияқты. Сыртқа қарай. Осыны 10 рет жасаймыз. Одан келесі великті артқа қарай тебеміз. Осылай 10 рет жасаймыз. Осы жаттығуды жасап алғаннан кейін кішкене демалып алыңыздар. Одан кейін етпетіңізбен жатамыз. Етпетімізден жатамыз. Тізе буыны бүгілмеген қалыпта аяқты 30 градусқа дейін көтеріп 1-2 секунд ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі сол аяқты солай. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі жаттығу тізе буынынан бүгеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Қатты қинамай, бүгілгенінше, ауру сезім туғанша бүгеміз. 10 рет жасаймыз. Содан кейін келесі аяқ. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай 10 рет жасаймыз. Жаттығуларды жасап болғаннан кейін осылай отырамыз. Үйде қандай жақпамай бар. Диклофенак, наезгел болсын, кладифилин кескінген жақпамайды алып, екі тізеге жағып, 2 минут жақсылап уқалаймыз. Ол жаңағы осында қан өш жердегі қан айлығын жақсартады,
қоректік заттардың келуін, қан айналымында жалпы зат алмасу процестерін жақсартады. Тізеден бөлек санның төрт басты бұлшықеттеріне, балдардың бұлшықеттеріне қосымша жаттығулар жасаймыз. 2 минутта жасаймыз. Осы жаттығуларды күнделікті жасаңыздар, күнделікті тізе буын қимыл қозғалысты ұстаңыздар. Бұл өте маңызды. Енді бізге келіп жаңа физиолечение алған пациенттерге оның маңыздылығы міндетті түрде физиолечениеден осы жаттығуларды күнделікті дәрі ішкендей уақытын белгілеп, уақыт бөліп жасап тұру керек. Сол кезде жаңағыдай біздің жасалған емде ұзаққа дейін жаңағыдай өзінің жақсы бір нәтижесін көрсететін болады. Жаттығулар күнделікті жасап жүріңіздер, ерінбеңіздер, қимыл қозғалыста болыңыздар.